Сәлем оқырмандар, енді печеньені мүлде магазиннен сатып алмайтын боласыз. Осындай ауызда еритін керемет печенье дайындайтын боламыз. Көп заттың да қажеті жоқ. 3 орташа пелайдағы ұнымызға тоңазытқыштан шығарылған 200 грамм сары майымызды осылай үккіштен өткізіп, жақсылап бір келкі етіп үгітіп аламыз. Міндетті түрде бір келкі етіп үгітіп алыңыздар, арасында майлары түйіршіктеліп қалмау керек. Оның үстінен 200 грамм қаймағымызды қосып, 3 жұмыртқамыздың сарысын қосып, бір келкі етіп қамыр илеп алатын боламыз. Қамыр қатты қолдарыңызға жабысып тұрса, тағы бір пелай ұнды салуға болады. Осылай илеген қамырымызды пакетке орап, жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. 3 минутта осылай кремін дайындайтын боламыз. Жаңағы 3 жұмыртқамыздың ағына бір пелай қантымызды салып, осылай қозғап алатын боламыз. Енді қамырымызды мен бірдей болу үшін таразымен 25 граммнан бөліп алдым. Сіздер өздеріңіз бөлсеңіздер де болады. Осылай бөліктерге бөліп, оны біртіндеп жайып алатын боламыз. Жайып, жаңағы салмамызды ішіне салып, әдемілеп түйіп аламыз. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте керемет дәмді печенье болып шығады. Осылай салмамызды бір қасықтан саламыз. Видеода көрсетілгендей етіп түйесіздер. Өте оңай. Осылай керемет етіп түйіп болғаннан соң 180 градуста пеште 20 минутта пісіп шығатын болады. Ішіндегі салманы қатты көп етіп салмаңыздар. Осылай пешке жіберетін боламыз. Міне әдемі печеньеларымыз пісіп шықты. Ауызда еритін өте дәмді керемет печенье болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Дайындап көрсеңіздер, комментарийға жазып кетіңіздер. YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз.